that Lancia Tiggo Line please to embrace. Черри представлена на казахстанском рынке. 97-й год, провинция Қалайсыңдар достар? Черри Tiggo 9 ресми түрде Қазақстанға келді. Енді сатылымы басталады. Бүгін міне таныстырылып өтіп жатыр Астанадан. Бұл қандай көлік? Несі ерекше? Бұрынғы буындардан қандай артықшылықтары немесе кемшіліктері бар? Қазір осы жерде көріп айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Черри Tiggo 9-ға міне бірінші рет отырғалы тұр. Сыртынан бастайық қараңыз. Электронды жылжып шығатын тұтқалары бар. Есіктерінің салмағы біраз ауыр екен. Менің білуімше артқы есігінің де салмағы шынымен де массивті дейміз ғой, өте ауыр. Ішін көрейік. Мына былғарының түсін қараңыз. Бір ерекше түс дегенмен бұл қазір Қытайда көп кездесетін түстердің бірі. Жүргізушіге орын өте ыңғайлы. Орындығым автомат түрде артқа жылжып жатыр. Қазір есігін жапсам. Бұл жерде алдыңғы терезелері двойной, яғни екі қабатты терезе орнатылған, дыбыс изоляциясын барынша жақсарту үшін, және алдыңғы терезесі де акустикалық терезе орнаттық деп отыр. Сонда қатты жылдамдықпен келе жатқан кезде де көліктің ішінде барынша тыныштықты сақтауға тырыстық деп отыр өндірушілер. Енді ішіне келетін болсақ, Черриге өзі қалыпты рөлі, ортада 15 дюймнен үлкен монитор орнатылған, және де жүргізушіге көліктің жағдайы туралы ақпарат беріп тұру үшін шағын монитор орнатылған. Бұл рөлдің ортасынан ғана көрінеді. Және де жүріп келе жатқан кезде жылдамдықты және де басқа да ақпараттарды алу үшін, мынау көзіңді басқа жаққа бұрмау үшін алдыңғы терезеге проекция орнатылған. Бұл мына жерде үлкен дисплей арқылы көрсетіліп отырады. Бұның барлығын біз өндірушілер жүргізушіге жасалған ыңғайлылық үшін деп айтып отыр. Енді ішке келетін болсақ, тура ортада телефон қоюға екі орын жасақталған, және біреуі сымсыз қуаттау жүйесімен жұмыс істейді. Бұған дейінгі Черриларда ортасында алдыңғы жолаушылар үшін де стакан қойғыш орын жоқ еді. Бұл Черри 9-да бұл пайда болды. Қазір кез келген кофеңізді, суыңызды осы жерге қойсаңыз болады. Өйткені селектордың тұтқасы рөлге орнатылды. Жүріс режимін таңдау батырмасы, кондиционер, терезе жылыту және климат контрольдің батырмасы мен авариялық тоқтаудың батырмасы осы ортаға орнатылған екен. Заттарды қою үшін тура ортада үлкен жәшік бар, қорап бар. Екі жаққа ашылады. Бұл қаншалықты ыңғайлы екенін білмеймін. Және де ұсақ-түйек заттарына көзіңіздің алдына бөгет жасап, барлық назарыңызды аудармас үшін мына ортада астында мына жерден көрініп тұр. Тағы да зат қойғыш бар, және ол жерде екі USB емес, ол Type-C портпен телефон қуаттауға болады. Артында да тура сондай жағдай. 3 зоналы климат бақылау. Екінші қатардағы жолаушылар өздеріне қаншалықты комфортты температура керек өздері таңдап ала алады, және де олардың да өздерінің телефон қуаттауға арналған Type-C разъемдары бар. Қалғаны барлығы стандартты орындалған сияқты. Үлкен шолу жасаған кезде көліктің артықшылықтарын, кемшіліктерін барынша толығырақ айтуға, түсіндіруге тырысамын. Артқы қатарын қараңыздар. Бірінші отырудың қаншалықты комфортты екенін көрейік. Орын аса көп емес сияқты, дегенмен мынау жаңа менің бойымнан сәл аяғым жетпей тұрды, сәл алға қарай жылжытуға болатын еді. Дегенмен де мынандай үлкен кроссоверсің орын сәл аздау сияқты. Оны неге екенін оны түсіндіре аламын. Өйткені бұл көлікте үшінші қатары бар. Үшінші қатарды тек қана оң жағынан көрсетемін, себебі бұның кіріп шығуы артқы қатарға тек оң жағынан жүргізіледі. Мына жерлерде көрсек, мынау байқасаңыздар, Черри Аризоға бір ұқсастықтары бар. Тарту тұтқасынан басқа мына жерде Черри Аризоға сәл ұқсайды. Жүк салғышы міне көріп тұрсыздар. Өте кішкентай, себебі үшінші қатары бар бұл жерде. Астында біраз нәрсе бар сияқты.
басқа жеті орынды көліктерге қарағандағы ерекшелігін қараңыз. Мына жерде батырмасы бар. Отыру үшін мына жерде батырманы басамыз. Мінекей, алдыңғы орындығы жылжып кетті. Одан кейін алдыңғы орындық тура алдына барғаннан кейін мынау орын ашылады. Екінші қатардағы орындық ашылады. Бұның барлығы автоматты жүреді. Дегенмен өте жылдам, тез адамды отырғызу мүмкін емес. Қазір үшінші қатарына отырып көрейік. Мінекей, қаншалықты күтіп тұру керек екенін көріп тұрсыздар. Кел, отырып көрейік мынаған, үшінші қатарға. Опа! Менің бойым 180 сантиметр, төбім сыймайды. Бойым 180 сантиметр. Егер де мұнау толығымен артқа қарай шегінсе, менің аяқтарым үш жерден сынатын сияқты. Сондықтан бұл жерге өте ергежейлі адам немесе балалардың ғана отыруына мүмкіндік бар сияқты. Сонда қараңыз, міне, мына жерден де көрініп тұр қаншалықты тар екен. Сондықтан енді мен ойлаймын, баласы бар отбасыларға көлік ретінде алуға болады деп ойлаймын. Орнына қайтару үшін қайтадан батырманы басамыз, барлығы электронды түрде жүреді. Бұның қазақстандықтар үшін тағы да бір ерекшелігін айтып өтейін. Міне, көліктердің тура артында ғана емес, мынау жиегінде, бұрышында, қапталында да осындай парктрониктар болады. Тура осындай артында да бар, және байқасақ ол алдыңғы бамперінде де болады. Бұл көлікте автоматты парковкаға тұру, яғни тұраққа автоматты түрде тұру жүйесі бар деген сөз. 14! 14! Мужчина был первый, на самом деле. 14! Да, был первый. Давайте посмотрим правильно. Сколько динамиков? Итак, это 14 динамиков. Давайте похлопаем, друзья. Аплодисменты. Спасибо. Көліктің тағы бір ерекшелігін айтып отырайын. Қазір қозғалтқышын ашуға мүмкін емес. Дегенмен бұл Сколько жерден лошадиных сил у новой модели? 245! Так, давайте немного вот сзади поиграем. 245! Немного отрубились. Так. 245! А вот сколько? Естімейді мен, кетші. Так, давайте посмотрим на экран. Мен естімейді. Правильно! 245 лошадиных сил. Сонымен естідіңіздер, 245 аттың күшін беретін 2 литрлі турбо қозғалтқыш орнатылған. Сонымен қатар бұл вариатормен емес, роботмен емес, таза дәстүрлі классикалық 8 сатылы автоматпен жұптасады. Қытайлықтар сол арқылы біз сенімділігін көліктің біраз артырдық деп отыр. 245 аттың күші мынадай үлкен көлікке өте, менің түсінігімше өте жақсы келеді. 2 литрлі турбо қозғалтқыш біраз тартатын сияқты. Cherry Tiggo 9-ға 20 дюймді дөңгелек орнатылған, 245-те 50 өлшем. Дегенмен мұндай үлкен дөңгелекпен бұл ойлы-ғырлы тегіс емес жолдарда өзін қалай ұстайтынын әзірге білмеймін, себебі жүріп көрген жоқпын. Дегенмен ресми дилерлерден көлікті шолуға сұрадық. Яғни жуырда бұндай дөңгелектермен жолда өзін қалай ұстайтын, ішіндегі комфорты қаншалықты жақсы болатынын жүріп өзіміз тексеріп көреміз. Онкар YouTube арнасына шығарамыз. Күтіңіздер.